Бұл яңа коронавирусный инфекция Оқтанш районына шеттетіп ұтпады енді. Біздің районда бүгінгі күнде бұл ауру бар. Развиваться ете, азақы айда ол көтеріліп келеді. Заболеваемость коронавирусной инфекцией. Енді біз енді әрбір случай ОРВИ-ні, әрбір случай пневмонияны как потенциально коронавирусный инфекция етіп қабыл етеміз. Оның бойынша енді больница үзақ хастаханада көпмелер көлемде ішлер башқарылады. Біз енді үйіштірді қазіргі инфекционный отделениенің боксларында фильтр бокслар, оның ikisinde прием алып барына, һәм бір фильтр бокста енді анда енді ауруларға күту бөлмесі үйіштірілген. Әрбір фильтр бокста біздің врач отыра, сестра Шапқат Туташева, оларның енді шерінің ауырлығына қарап, оларға лечение берелер. Если легкий, средний степень тяжести была, оларға амбулаторное лечение біз тақдим етеміз енді. Если тяжелый формалар болса енді, рентген подтвержденный, көп көлемде поражаться өпкалар, сатурациялары кемірек болса, кемісе енді адышқылар болса, оларға енді біз тақдим етеміз шалыға барыға, һәм енді өзіміздің реамобиль білі сопровождение, оларны илтеміз шалының инфекцион больницасына. Олар онда дауа алалар енді. Бұл күнде біздің 46 кіші инфекционный больницада лечение ала, амбулаторный лечение ала ОРВИ білерінде біздің 262 кіші, һәм енді пневмония біле амбулаторный лечение ала 181 кіші. Һәм енді біздің мына по показаниям, если биктің халдары ауыр болса енді ауруларын транспортировкаға транспортировать етіп болмаса, оларны біз ятқабыз реанимационный отделениеде. Һәм қайбір аурулар мына бүгінгі күнде 3 кіші ятабыз инфекционный отделениеде, тақдим етеміз стационарное лечение. Нәрсе айтасым келе енді. Бұл ауру енді бүтін пандемия бітінде коронавирусный инфекция бүтін планетаны алды, бүтін планетада поражать етті енді бұл инфекция біздің бұл вирус. Шоңа көре енді халыққа мен нәрсе айтасым келе енді. Өздері қолға алсындар, көп кіна кіші енді әзгіна шерлесе де, біздің бітәлі бұл коронавирусный инфекциядан башқа бар сезонный грипп деген нәрсе бар. Сезонный ОРВИ. Һәм шушы күз айында, қыш башында обычно кіші салқынта тегеріп аларға может, аны енді коронавирусный инфекция болмас қаламыз. Шоңа көре кішілер өздері қолға алсындар, бектің оқатлы паникаға берілмейінше, өздерінің табипларына мүрәжағат етсіндер енді. Если алардың температуралары болса енді, үйден шығалмасалар, оларға тақдим еттерге бұлай енді скорый шақыртыра, һәм өзінің врач общей практикасында участок табибіне мүрәжағат, телефон арқылы мүрәжағат білдірген. Керек болса енді табибіне өзінің үйіне шақыртырға мүмкінлік бар. Если енді келелсе енді келіп, олар шушы фильтр боксқа приемға кірелер, оларға енді қонларын анализ алабыз, шушы ковидқа анализ алабыз, һәм енді обследование өткерабыз, рентгенологический исследование үпкесін текшерабыз енді оларын. Һәм енді оларға лечение тақдим етеміз. Яңа версия біле эшлейбіз, 9.1 версиясы біле. Бұлды енді аны версиялары 7.1, 8.1 һәм 9.1. Шушы версия бойынша біз енді оларға предлагать етеміз лечение противовирусная терапия, стандарт бойынша біздің анда арбидол келе. Антибактериальная терапия, стандарт бойынша біздің азитромицин бар, аскорбиновая кислота барында, интерферон, внутриназальный интерферон. Һәм енді аурудың ауырлығына қарап біз тақдим етеміз препарат хинина гидроксихлорохин. Шушы даруларын предлагать етеміз. Если енді клиник проявлениялары күшлерек болса, башқа түрлі дарулар да күшлерек дарулар предлагать етеміз. Гормонлар береміз, антикоагулянтлар береміз, һәм башқа түрлі дарулар береміз. Нәрсе айтасым келе, біздің мына сөйлеуші болды аптекалар бойынша енді біз енді шушы стандартқа қарап енді дауалау белгілейміз ауруларға, һәм шушы даруларын дейді сіз өзіміздің районда болған аптекалардан оларға тиеш болып тұрасыз енді. Біз енді шушы фильтр бокс ауру келгештен біз оңа енді шушында постоянно келіп үрмес үшін предлагать біз енді 14 күнге лечение. Потому что ол аурулар енді 14 күн ішінде олар заразный болып считаться етілілер, чтобы оларны коллективларға етмеске лечение береміз де үйлеріне жібереміз. Һәм олар үйлерінде лечение оларға тиеш болып тұралар. 5 күн сайын оларның хәлдерін аудиоконтроль білет табиплар телефоннан хәлін біліп, олардың больничаларын ұзайтуға тиеш болып тұра енді. Анан соң 14-ші күнге, если хәлі ауырайса енді ауруның, олар ауруға керек болса енді скорый шақыртайын, скорый помощь шақырталар өзлеріне, һәм тиешлі дауаны көрсетеміз. Аңыншы енді біз енді 14 күнге қатылы оларға тәқдим етеміз үйлерінде бұларға, аудиоконтроль біліп больничаларын ұзайтып, чтобы олар
минимум кеше белән общаться итсеннәр инде өчен инде. Һәм инде без чыкты бит постановление правительства Российской Федерации бу шушы ковид белән шөгыльләнгән авыруларга дару белән тәэмин итеш буенча. Ну инде минем нәрсә әйтәсем килә. Без һәрбер пневмония белән шөгыльләнгән кешене һәрбер ОИВ-ны электән алалар, хәзер инде бөтенсен алып та бетереп булмай. Пневмония белән авырган авырлардан алабыз, мазок алабыз. Если алар ковид подтвержденный булса инде, безнең районда ул күп түгел 14 ситуация итә, ул авырларга инде дәүләт предлагает инде амбулаторное лечение, бесплатное лечение. Әле пока ул безнең постановлениеләргә безгә килеп җитмәде. Килеп җитсә инде без ул шушы постановление нигезе буенча аларны шушы бушлай дару белән тәэмин итәргә тиеш булып торабыз инде. Аптекалар шушы үзебезнең центральный аптека аркылы. Ну минем нәрсә әйтәсем килә. Һәрбер кеше үзе кулга алсын ие, бик нык паникага бирелмәенчә, тиешле вакытта табибка мөрәҗәгать итеп, хәле авыр булса инде өендә самолечение белән заниматься итмәскә кирәк, үзенең табибына барып, тиешле лечение алып, тиешле реабилитация үтеп сәламәтләнсен инде. Чөнки инде бу авыру бик однозначно авыру түгел, аның проявлениялары бик күп. Шуңа күрә һәрбер кеше үзенә үзе игътибарлы булсын.